Енді менде Маржан ханымға мынандай сұрақ болып тұр, үміткерге емес. Негізі алдыңғы жолы маған Инстаграмда енді рекомендациямнан Маржан ханымның бір видеосы шығып қалған болатын. Одан кейін Инстаграмын қарадым дегенде енді бір кісі жазыпты. Үміткер қабылдауға дайынсыз ба дегенде Маржан ханым әзір дайын емес сияқтымын, ондай қатты желанием жоқ деген сияқты. Мен сізден сұрағым келіп тұр, сұрағым мынандай. Енді сіз жобада үміткер қабылдауға дайын болмасаңыз, бәлкім көңіліңізде әлі басқа біреулер бар болса, қандай мақсатпен отырсыз? Сізде тіпті сұрақ та жоқ. Сізде бір жаңа таныстыққа деген бір талпыныс болады ғой, ондай нәрсе жоқ сияқты, сізге қызық емес. Оқыдың ба стористі? Оқыдым, екі көзім. Өте қатты оққансың, көздерің әпке шатасыр. Үміткер туралы сұрақ болмаған, жүрегіңіз бос па деген. Сосын мен халықтың естігісі келген сұраққа жауап, жүрегім бос емес дедім. Неге сияқты қылып жатыр ғой, бірақ менде ол нәрсенің скриншоты тоже бар да енді. Мен шамаймы ол енді басқасында болды ма, әйтеуір мен желание туралы бірдеңе көрдім ол жерде, оқыдым бір нәрсе. Ағерке, сізде скрин бар ғой? Скрины бар, иә? Онда жарнама уақыт. Оның өткені, мысалы ол маған дейін, оның алдында оны үміткерінде көрдім, қарап шықтым. Үкімет, Күтжанба үкімет. Сол Ағеркені айтқаны мүмкін соны істеп тұрған шығар. Енді өзім ойлаймын да, бұрынғы үміткерінің орнын басалам деп. Негізі мен ол нәрсені жақын арада көрдім да. Жерде үміткерлер туралы мүлдем әңгіме болмады. Жүрегім бос емес деп айттым, мен ол жерде басым бос емес деген әңгіме. Желание туралы ше? Ау? Желание туралы. Не желание? Жоқ, желанием пока жоқ деген сияқты әңгіме болды ма? Желанием де... қыздар, онда көріп алайық. Содан кейін барып, желаниесі болды ма жоқ па бірге білеміз. Бұл жерде сізге сұрақ қойылған, иә? Сіздің қазір жүрегіңіз бос па деген сұрақ қойылған. Жоқ, бос емес. Жүрегіңіз бос емес, бірақ үміткер күтіп отырсыз ба сонда деп сұраған. Ал Маржан жауап береді. Желанием жоқ, қатты егер жанды ұмыттыңыз ба деген сұрақ қойылған. Жиі ойлайтын болыппын. Мойындайым, бәрін жазған тұғымын. Жоқ, именно үміткер туралы бұл жерде Ағерке болған жоқ қой, үміткер туралы. Маржан? Болды ғой жаңа ғана. Баласахан үміткер туралы болған жоқ қой. Жүрегіңіз бос болмаса, үміткерді қалай күтесіз? Желанием жоқ. Шындығында келетін болсақ деп жауап бергенсіз. Я, енді үміткер дайын емеспін деп жазған жоқпын ғой, жерде желанием жоқ деп жаздым ғой. Ол бөлек не ма, екеуі бір-бірден? Осы жерде бір нәрсе айта кетейінші, жалпы мынандай нәрсе ғой, Маржан, сіздің даже мына жерде отырып, мен күткен жоқпын деген әңгімеңіздің өзі, значит, сіз үміткер күтуге әлі дайын емессіз деген сөзді білдіртіп отыр да, сіз қалай күтпейсіз деймін да, осы жерде отырып, жай ғана әлде халықтың көзіне көріну үшін келесіз ба? Осындай нәрсені, былай енді қатты қабылдайсыз ба жоқ па білмеймін, бірақ жасыңыз 34-ке келіп алып, әлі не істеп жүргеніңізді өзіңіз білмейтін сияқтысыз. Бір мына жерге келіп, мен тұрмыс құрамау, мен осы жерден тұрмысқа шығып кетемін ау деген бір ниет те жоқ та, бір қосылаяқтың құдіреті осындайда, екі жасты бір-бірімен табыстырып, осы жерде жап-жасы той жасап, бақытты болған қалайды да, бірақ сіз бір мұқтаж жанның орнын бір босқа алып, халыққа жай ғана өзіңізді көрсетіп жүрген адам сияқты. Мен сонда тұрмысқа шығуды білем, өмірге бала келуді білем, бизнес ашып, үй, квартира, машина алуды білем да, бірақ басқа нәрсені білмей қалам ба, да? Енді қайырлы күн. Мына жерде енді Маржан ханымды бір жағынан да түсінуге болатын секілді, себебі иногда біз бәріміздің басымызда болады ғой, негізі эмоциямен кейде стористер шығарып қоямыз да, артынша өшіріп, сол салғанымызға өкініп отырамыз. Бірақ уже халық деген уже до того кәдімгідей жаңағыдай тез скриндап алады, иногда ол нәрсе тарап кетуі де мүмкін да. И мен айтқым келеді осы Зарина мен Тәуіржанның таныстығы басталғалы бері, енді бұрын Маржан ханым таныстықта болғалы, пікір айтса да, не айтса да, сен қызғанып отырсың ба, сен үйтіп отырсың ба деген нәрселер көп жазылады ғой бұл кісінің тарапына. И сондықтан да бір эмоциямен осы бір нәрсе бір надоело дегендей бір жазып қойғандығы бар шығар деп айтқым келеді. Және де Маржан ханымның өзі бір бүйтіп оның табиғатына қарай сен осындайсың деп айту керек емес сияқты менің ойымша. Жүрегі бос емес болса да, бірақ мен осы үміткер қабылдау арқылы өзім жүрегімді босатамын. Жаңа адам мен көңілімді аулайтын шығар деп те қабылдаған, шынайы ол нәрсені мойындап отырған адам емес. Басқа жақта бір табысы бар, оны үндемей жасырып отырған адам емес. Осы жерде таныстықтар орын алды. Енді ұмыта алмай атса, бір адам жүрегіне тез-тез бір күнде ғана еш нәрсе болмағандай өмірден өшіре салады, екінші адамға өтіп кете салады. Ал бір адамдар бар, өмірінен енді кәдімгідей шынайы келгендіктен керісінше бір ұзағынан сол нәрсені жүрегінде сақтайды. Мен ойлаймын, керісінше Маржан ханымның бұл жерде шынайылығы білінеді, себебі келген үміткеріне, бірінші үміткеріне бірден адалдық танытып, солайынан бір ұзағынан қараған. Ал ер азаматқа айтарым сізге, мүлдем ер азаматтың қолында бәрі, сіз мықты болсаңыз, барлығын ұмыттырып, өзіңіздің әйеліңіз қылып